Хауа. Менің атым Зайнул Карима. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы тәрбие жұмыс орталығының үйірмешісі, Қайнар ауылының тұрғынымын. Қасым Қайсенов атындағы мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Құрметті қазақ елі, 9 мамыр Ұлы Отан соғысының жеңіс күні мерекесі қарсаңында менің арғы ата мен әжемнің қысқаша өмірбаянын айтып кету орынды деп санаймын. Менің арғы атам Оңдалы Абдурахман 1945 жылы Кременч елді мекен Ұлы Отан соғысына елін қорғауға аттанды. Алыста қайтып келмес сапарға атамыздың қарт анасы жұбайы Оңдалы Мүслима және 2 қаршадай бес алты жастың қыздары шығарып салады. Атамыз сол сапардан елге оралмай ерлікпен қан майданда күш жұмады. Арғы әжеміз Оңдалы Мүслима 2 қызын өсіріп, өндіріп, тұрмысқа ұзатып, құтты орындарына қондырып кеткен болатын. Алайда әжеміз өмір бойы жұбайы Оңдалы Абдурахманды күтіп өтіп, тіпті жасы 90-ға да таялып қалса, ұйықтар алдында жырда ілулі тұрған жас кезіндегі жұбайы фотосуретімен сөйлесіп, өзінің өмірін, тыныс-тіршілігін айтып, тірі адаммен сияқты мұнын шығып отыр. 1994 жылы Ақтантемірде, сол 1990 жылы қан майданнан шығарып салған жұбайымен тілдесіп, сол адамды күтіп, бәлкім кіріп келер ме екен деп кетті. Құрметті қазақ елі, бір күндік ұрыс 1000 күндік берекені кеттіреді. Демекші, бейбітшілік өмірін бағалай білейік. Егеменді, тыныш елімізге өмір сүру бағдарлы